Сәлем достар, бүгін сіздерге подшубай салатын әдеттегіден ерекше етіп жинау жолын көрсетемін. Ең алдымен барлық керек өнімдерді алдын ала тазалап, турайтынын турап, пісіретінін пісіріп, үккіштен өткізіп, дайындап қоямыз. Ал қазір салат жинап бастаймыз. Мен осындай балдың ыдысын қолдандым. Ең астына картоп салып, оны кішкене тегістеп аламыз. Содан кейін кішкене тұздап, бетіне майонез жағамыз. Екінші кезекте майдалап туралған балықты салып, оны да тегістеп, бетіне майонез жағамыз. Мен балықты қалыңдау етіп салыппын, негізі жұқалау етіп салсаңыздар дұрыс болады. Енді сәбіз салып, оны да тегістеп, кішкене тұздап, тағы майонез жағамыз. Сәбізден кейін тағы картоп салып, осы іс-әрекеттерді қайталаймыз. Және соңында қызылша салып, тегістеп, видеода көрсетілгендей әдемілесеңіздер болады. Мінекей достар, бенто салат дайын. Бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, оған лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.